дінімізде шектік деген нәрсе міндет жоқ. Бірақ бұл шариғатқа қайшы нәрсе емес. Ассалаумағалейкум жамағат. Құрбан айттың алдында өлілердің атынан шектік беру парыз ба, уәжіп пе, шариғатқа қайшы ма, қайшы емес пе білгіңіз келсе видеоны аяғына дейін қараңыз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Шектік бұл шариғи бір міндет нәрсе емес, құрметті жамағат. Шариғатта шектік шалу керек деген нәрсе жоқ. Шариғатта не нәрсе бар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келген, Абу Дауудта келген, Ахмад ибн Ханбалдың Муснадында келген хадистер бар. Мұхаммед пайғамбарымыз екі қошқар сояды, біреуін үмметімнің атынан, біреуін өзінің және жанұясының атынан сойғандау жайында хадис бар. Немесе Хазіреті Алидің, Алла ол кісіге разы болсын, құрбандық шалған кезде біреуін естеген Мұхаммед пайғамбарының атынан сойған. Демек, шариғатта не нәрсе бар? Марқұм болған ата бабаның, марқұм болған анаңның, әкенің атынан құрбан шалу бар нәрсе. Екінші, марқұм болған атаңның, әкеңнің мұсылман болған, соның артынан Құран оқып бағыштау, сауап болсын деген мақсатта шалыну бар ма? Бар исламда. Бұған тыйым салмайды. Яғни бұл нәрсені бұйырмайды дінде, шалу керек. Марқұм болған адамның атынан құрбан шалу керек деп бұйырмайды, міндеттемейді, бірақ оған тыйым да салмайды, рұқсат еткен нәрсе. Себебі бұл бір құлшылық, бірақ сен оны Алла Тағаланың атымен, яғни Алланың ризалығы үшін соясың, бірақ не істейсің? Не істей аласың? Оның сауабын бағыштай аласың. Оған ғалымдармен істеген бір ауыздан бәрі келісім берген. Енді шектікке қатысты екі маңызды мәселе, құрметті ағайын. Біріншісі жаңа айттым, егер де марқұм болған адамның, атаңыздың, әжеңіздің, әкеңіздің, шешеңіздің атынан соятын болсаңыз, оған рұқсат дедік па? Рұқсат дедік. Бірақ бұны сіз не істеуіңіз керек? Құрбан айт күні, яғни құрбандық болу үшін, яғни құрбан айтта сойлатын мал айт намаздан кейін сойылу керек. Яғни құрбан айттан бір күн бұрын, шектікті негізінде бір күн бұрын, біздің дәстүр бойынша, қалыптасқан дәстүр бойынша бір күн бұрын сойлады ғой, шалынады ғой. Егер сіз атаңыздың, әкеңіздің атынан соятын болсаңыз, құрбандық ниетімен, сол мақсатта, онда не істеуіңіз керек? Құрбан айт күндері союыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Айт намазын оқығаннан кейін. Себебі пайғамбарымның хадисі бар, кімде-кім құрбан айт намазын бұрын шалатын болса, құрбандығын қайта шалсын дейді да. Бұл кімдерге айтылып жатыр? Құрбандық уәжіп болған адамдарға. Түсіндіңіз ба? Енді екінші бір адам бар, ол қандай мақсатта шалып жатыр малды? Көбінесе біздің Қазақстанда осы дәстүр марқұм болған адамға сауап болсын деген мақсатта шалынады да. Бұған да рұқсат дедік па жаңа? Рұқсат дедік, ғалымдарымыз айтты. Ал енді бұл осы жерде бір қызық мәселе. Қазақта сөз бар ғой жаңағы, бір оқпен екі қоян дейміз ба? Сіз ақыры Құран бағыштау мақсатында, сауабын бағыштау мақсатында шалайын деп тұрсыз ба? Жақсы. Сіз ең дұрысы, абзалы, сол ниетпен шалып жатқан құрбандығыңызды құрбан айт күні шалыңыз. Намаздан кейін шалыңыз. Сол құрбан айт күндердегі сауапқа кенелесіз. Әрі не істейсіз, соны бабаларға, марқұмдарға бағыштайсыз сауабын болып. Қорыта келе, дінімізде шектік деген нәрсе міндет жоқ. Бірақ бұл шариғатқа қайшы нәрсе емес. Бірақ ең абзалы сол құрбан айттан бір күн бұрын бабаларға сауабын бағыштау мақсатында шалғыңыз келетін болса, ең абзал не істеңіз? Құрбан айт күні айт намаздан кейін шалыңыз. Әрі құрбандық болады, айт күні сауапқа кенелесіз. Әрі не істейсіз? Әлгі баяғы ниетіңізді іске асырған болып есептелесіз. Аллах Тағалам құрбан айт келе жатқан құрбан айты баршамызға мүбәрәк қылсын. Шалғалы тұрған құрбандықтарымызды қабыл қылған болса иншаллах. Вальхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.